Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Қадірменді қауым, қадірменді момындар. Міне Алла тағаланың қалауымен бүгін біз сіздердің алдарыңызда кішігірім тағы да бір әңгіме айтуға жолығып отырмыз. Және де бүгінгі айтар бір әңгімеміздің тақырыбы бұл исламдағы көркем мінезге байланысты болып табылады. Әлбетте, исламның әдебі неден басталады? Адамның мінезінен басталады. Адамға берілетін тәрбиеден басталады. Адамда қалыптасқан өзіндік бір қасиеттерден басталады. Біз білеміз, кішкентай кезінде тәрбие берсең, қалай тәрбие берсең, солай бала өсет, солай бала дағдыланады. Сол мінездер кішкентай кезіндегі алған дағдыланған қалыптасып, ары қарай өзінің шыңына жете береді ағайын. Сол себепті кішкентай бала дейді, біздің ғалымдарымыз айтады, ол кішкентай нан сияқты дейді. Енді ғана жаңа илеп қойған ұн мен суды араластырып, иленіп тұрған бір нан сияқты. Енді сіз оны қалай илесеңіз де, солай қарай кете береді. Яғни қараласаңыз бауырсақ қыласыз, қарасаңыз төрт бұрышты қыласыз, қарасаңыз домалақ қыласыз, үш бұрышты қыласыз. Сіз оны қалай қолыңызбен илесеңіз, солай кете береді. Міне баланың мінезін қалыптасуында сол себепті біздің оның ата-анасы үлкен рөл ойнайды. Енді айтайын дегенім мына нәрсе. Адамның мінезі болады. Сол мінезі оның ақыретіне өте қатты әсер етеді. Өте қатты әсер етеді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама имам Ал-Бухари жеткізетін хадисте айтады. Буайсу лиутаммима макаримал ахлақ дейді. Мен адамдардың мінезін толықтыру үшін келгенмін дейді. Пайғамбарымыздың келген мақсаты Алланы ел жұртқа таныстыру, Алла тағаланың кім екенін білдірту болатын болса, тағы да бір үлкен нәрсе не нәрсе? Адамдардың сол мінезіне, жөнделуіне әсер ету болып табылады. Біреу адамдар айтады, адамның мінезі жөнделмейді дейді. Бұл өте қате пікір. Бұл өте қате пікір. Адамның мінезі жөнделеді. Адамның мінезі жөнделеді. Оған дәлел кімдер? Сахабалар радиаллаху анхум. Алла олардан разы болсын. Олардың барлығы өзгерген. Олардың барлығы дін үшін өзгерген. Оларда тәкаппарлық мінез болатын болса, олар тәкаппарлықты тастады. Оларда сараңдық мінез болатын болса, олар сараңдықты тастады. Оларда өзімшілдік деген мінез болатын болса, өзімшіл деген мінезді тастап, пайғамбардың үмметін өзге мұсылманды ойлау деген нәрсеге көшкен. Міне осы нәрсемен олар өзгерген. Бірақ Расулаллах саллаллаху алейхи уассалама имамы Ахмадта жеткізетін хадисте бізге айтты. Тау қозғалды десе сенемін, бірақ адамның мінезі өзгерді десе сенуім қиынырақ деген сияқты сөздер келеді. Ал бұл сөздерді қалай түсінеміз? Десе бұл нәрседе адамның кейбір өзіндік бір мінезі болады. Өзіндік бір мінезі болады. Бір адам табиғатынан қатал болады. Бір адам табиғатынан қырсық болады мысалға. Оларды не істейміз? Біз ғалымдарымыз айтады. Алла тағала ол мінезі сондай бір сипатты жайдан жай берген жоқ. Оны дұрыс жерде қолдана білу керек. Дұрыс жерде. Мысалға қараңыз. Қырсық. Қандай уақытта қырсық болу керек? Сіз адамдарға қырсықпаңыз. Сіз шайтанға қырсығыңыз. Сіз таң намазына тұра алмай жатқан кезде шайтан сізге уәсуәса қылып жата тұр, ұйықтай тұр. Әлде де үлгересің. Будильнигіңді 15 минутқа шегере тұр деп. Бізде қалай болады 15 минутқа шегере тұрсын, сонымен ұйықтап қалып жататын адамдар да бар. Сөйтіп шайтанның уәсуәсасы болып жатқан кезде шайтанға қырсығыңыз дейді. Тұрыңыз, жоқ мен тұрам ал деп тұрыңыз, барыңыз, дәретіңізді алыңыз. Субханалла, шайтан сізді уәсуәса қылып, анау намаздарыңның сүннеттерін оқыма десе, субханалла, қырсығыңыз, шайтанға қырсығыңыз, Алланың разылығына ұмтылыңыз. Сөйтіп, сол сүннеттерді тастамаңыз. Демек, айтайын дегенім мынау. Әрбір адамға берілген мінезді дұрыс жағынан пайдалануға болады. Сондай туа біткен кейбір осындай бір мінездер бар, мінездер бар, ке олар өзгеріске ұшырамауы мүмкін.
бәлкім. Бірақ көптеген ғалымдарымыз десе дағы айтады, адам өз-өзін өзгерте алады, өз-өзін өзгерту керек дейді. Көрдіңіз бе ағайын? Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала қасиетті Құран кәрімде айтады. Ол кісі жайында فَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Шынында да сен өте үлкен, көркем мінезге иесің. Сен ұлық мінездің иесісің дейді. Алла тағала біздің пайғамбарымызды мақтаған кезде ол кісінің мінезін айтты. Және де тағы да бір басқа аяттарда Аллаху Тағала пайғамбарымызға қатысты, егер де сенің осы бір көркем мінезің болмағанда, сенің артыңнан ешкім ермеуші еді дегенде сөздер айтты. Субханалла, міне осындай сөздерді айтқан болады. Және де Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде осындай мұсылманның қандай болуы керек екенін айтады. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Ашуланып тұрған кезде ашуын алады да жұтып қояды. Сол кезде ашуын алады да жұтып қоятын адамдар бар дейді. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Адамдарды кешіріп жіберетін адамдар бар дейді. Ашуды жұтып қою және де адамды кешіріп жіберу ол ұлық қасиет. Адамның артынан ғайбат айтпау, адамдарды андымау, адамдардың артынан өсек тасымау. Осындай түрлі мұсылманның қандай мінезді болу керек Құранда бар болса, сол бүкіл мінез біздің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламда болған. Себебі ол кәміл адам болды. Кәміл адам болды. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сол себепті өзінің бір хадисінде бедейді. Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулуқа дейді. Бұл хадисті имам Термизи жеткізеді. Мұсылманның иманның кемелдігі, 100% иманның есі, 100% толыққанды иманның есі болып, кімді атаймыз деді? Көркем мінезі бар болған мұсылманды атаймыз деді. Және де сахабалар радиаллаху анху пайғамбарымыз жайында айтқан кезде не деді? Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама ахсанан наси хулуқа. Пайғамбарымыздың өзі адамдардың ішіндегі мінезі ең жақсысы еді деді. Бұл хадисті бізге кім? Имам Муслим жеткізеді. Имамы Ат-Тирмизиде жеткізетін тағы да хадистерде Али радиаллаху анху айтады: «Фаман ахталата бихи фаахаббаху». Кімде-кім біздің пайғамбарымыз Мұхаммедпен саллаллаху алейхи уассаламмен араласатын болса, оны міндетті түрде жақсы көріп қалатын еді деді. Осылайша сөзімен тартымды бола білетін, өзінің мінезімен тартымды болатын біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Және де пайғамбарымыздың өзі сахабаларына айтатын: естеріңде болсын, сендер көркем мінез сияқты адамдарды, көркем мінездерің болса, адамдарды өздеріңе қарай тартасыңдар. Сендер ақшаларың болса, олай бірақ адамдарды тарта алмайсыңдар дейді. Кейбір адамдарда қалталарында ақшалар бар. Көптеген соммада ақшалар бар, байлығы бар, күшті киінеді, күшті жерде тұрады, машинасы күшті. Бірақ осындай адам бар, сосын көркем мінезді адам бар. Пайғамбарымыздың айтқысы келіп отқаны, мына көркем мінезді адам адамдарды өзіне тартуда әсері бай адамға қарағанда қаттырақ болады дейді. Бай адамға қарағанда қаттырақ болады дейді. Ал енді бай адам көркем мінезді болса, ол тағы да, онда ол өте керемет бауырлар. Онда ол өте керемет. Енді пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам осындай тәрбиені кімдерге үйретті? Сахабалар радиаллаху анхум оларға үйретті. Олар пайғамбарымыздың тәрбиесін үйренді. Тіпті сахабалар айтады, біз пайғамбарымыздың жанында жүрген кезде көп сұрақ қоюға ұялатынбыз дейді. Көп сұрақты қоя беруге ұялатынбыз дейді. Сол себепті біреу келген кезде сырттан сахабалар өте қатты қуанатын еді. Мына қазір келіп пайғамбарымыздан сұрақ сұрайды. Сол кезде біз пайғамбар жауап бергенде білім үйреніп қаламыз деп. Сол себепті әйгілі Бұхарида келетін сахих хадис бар, білесіздер, муттафақун алейхи,
Бухарида ма, Муслимде келеді. Білесіздер, хадисул Жибрил деген хадис бар. Омар радиаллаху анху айтады. Біз бір күні бізге бір адам келді. Ол үсті аппақ, шашы қап-қара. Осы ауылдың тұрғыны ғой деп айтайын десек, оны арамызда ешкім танымайды. Сапардан келген адам десек, үсті таптаза. Сөйтіп пайғамбарымыздың жанына отыра қалды да, тізесін тигізді да, «Я Мухаммад ахбирни анил ислам». Ей Мұхаммед, кәнекей ислам жайында хабар берші, деп айтты. Саллаллаху алейхи уассалам. Сол кезде пайғамбарымыз жауап берді. Ислам дегеніміз шахада айту, намаз оқу, ораза ұстау, қажылыққа бару, зекет беру деген кезде, садақта, дұрыс айттың деді. Омар радиаллаху анху айтады. Біз қатты таңғалдық дейді. Мына келіп өзі сұрақ қояды, өзі растайды. Бұл кім екен деп қатты өзі таңғалып жатыр да. Бұл пайғамбарға сұрақ қояды. Пайғамбар жауап берген үшін растақ қояды оны да, қосымша. Бұл кім екен деп сондай таңғалуда болып отырық дейді. Кейін білесіздер, иман деген не деді? Ихсан деген не деді? Сосын қиямет жайында сұрады, оның белгілері жайында сұрады. Хадистің аяқ жағында не дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Омар радиаллаху анхуға қарап бүйтіп айтты. Омар дейді. Атадруна мани саили? Омар, мынау менен маған сұрақ қойып, осындай нәрсені менен сұрап жатқан адам жаңағы кім екенін білесің бе дейді. Сол кезде Омар радиаллаху анхудың сахабалардың әдептелі. Аллаху ва расулуху а'лам. Алла және оның елшісі артық біледі дейді. Және де ана кісі кеп сұрақ қойып жатқан кезде, кімсің, қайдан келдің, не үшін келдің, неге сұрақ қойып жатсың демейді, сахабалар тиыш қана отыр. Себебі пайғамбарға сұрақ қойып жатыр, оны тыңдау керек болып жатыр. Және де одан кейін не істеді пайғамбарымыз? Бұл келіп кеткен Жибрил періште болатын. Бұл сендерге келді діндеріңді үйрету үшін деді. Атакум юаллимакум динакум. Сендерге келді діндеріңді үйрету үшін деді. Көрдіңіздер ме? Сахабалар Расулаллах сұрақ қоятын, қоймайды емес. Бірақ көп сұрақты бет алды қоя беруден ұялатынды. Тіпті пайғамбарымыздың жүзіне тік қарауға ұялатын. Сондай көркем мінезді болатын біздің пайғамбарымыз. Жүзіне тік қарауға ұялатын біз дейді сахабалар. Субханалла, не деген керемет кісі, және де не деген керемет тәрбие. Және де сахабалар радиаллаху анху Мединада болған кезде көп болған жоқ олар. Мединадағы мұсылмандардың үйінің саны бір 400-дей бір үй болды ма? Бірақ сол 400 үйдің себебімен бүкіл әлем мұсылман бола бастады. Олар неге қызықты? Бұл кісілердің қылыш ұстағандарына қызықты ма? Бұл кісілердің жұмыс жігерлеріне қызықты ма? Бұл кісілердің қай жеріне қызықты екен? Әлбетте ол белгілі. Ол сахабалардың бүкіл әлем мінездеріне қызықты. Олардың бір-бірлеріне деген мәмілелеріне қызықты. Сол нәрсеге қызыққаннан кейін ислам өте өркендеп дамыды. Себебі білесіздер, Бухарида хадис келеді. Бір тұтқынға бір патшаны ұстап алып келеді. Оны мешітке әкеп қояды. Мешіттен шығармайды. 3 күн мешітте тұрады. Сахабалар келіп мешітке келіп намаз оқиды, келеді, кетеді. 3 күннен кейін мана кісіні жібереді. Жібергеннен кейін мен босаттыңдар ма? Иә дейді. Кетіп қалады. Қаланың сыртына кетеді. Сосын қайтадан келеді. Қайтадан келгеннен кейін мен ислам қабылдаймын дейді. Сөйтіп ислам қабылдайды. Ла илаха иллалла Мухаммад Расулалла деп. Кейін одан сұрайды. Сен неге бірден қабылдамадың? Неге сен бірінші қаланың сыртына кетіп шығып кеттің да, сосын барып келіп қайтадан қабылдадың десе, ол кісінің айтқан сөзін қараңызшы. Мен әдейі осылай істедім, жұрт білу үшін мені ешкім қинаған жоқ. Мені ешкім қинап жатқан жоқ. Мен өз еркіммен ислам дінін қабылдап жатқанымды көрсету үшін істедім дейді. Менің кетіп қалуыма болатын еді. Ислам қабылдамай кетіп қалуыма болатын еді. Бірақ мен әдейі келдім, бұл мен ерікті қабылдап жатырмын бұл дін. Себебі кейбір адамдар не деп ойлап қалуы мүмкін? Оны босатқан кезде ол бірден қабылдаса, мынау әдейі бірден қабылдады, қашып кету үшін,
бұған ешкім жолда тиіспес үшін деп. Бірақ жоқ, ол олай істемеді. Сол айтайын дегенім мынау. Сол кісі мешітте жүріп, сахабалардың қай жеріне қызықты екен? Олардың тамақ жеу үрдісіне ме? Жоқ. Ол пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам және де оның тәрбиесін көрген сахабалардың мінездеріне қызықты. Мінездеріне. Ағайын, сол үшін пайғамбарымыз айтты: міне, сіздің мінезіңіз керемет болатын болса, иманыңыз кәміл деді да. Иманыңыз кәміл деді. Субханалла. Біз осындай мінезден жұрдай болып қалдық қазір. Бір адам жаңылсып қателесіп сөйлеп қалса, біз ренжіп қаламыз. Мұсылмандардың арасында сондай бар да. Бір-бірлерімізге үзір іздемейміз. Осы бәлкім осы ісінде сол қателікті істеп тұрғаны адамның адами қасиеттен ғой. Сабқул лисан, байқамай аузынан шығып кеткен сөз шығар деп, оларға үзір іздемейміз да қазір. Өзіміз бірден ренжіп қаламыз. Және де онымен қоса өзіміздің де мінезіміз оңып тұрған жоқ. Ғалымдарымыз айтпақшы, бүкіліміз бір үлкен автобуста кетіп бара жатқан сияқтымыз дейді ғалымдарымыз. Бір үлкен бір автобуста кетіп бара жатырық. Әр адамның түсіп қалатын аялдамасы бар. Бірақ қай аялдамадан түсетінімізді білмейміз біз. Бірақ түсеміз міндетті түрде. Бірақ сол кішкентай ғана автобус көліктің ішінде жүріп, бір-бірлерімізге орын бермей, бір-бірімізден қырылысып, жанжалдасып, алдап, кондукторға жаңағы ақша төлемей кетіп, міне осындай іс-әрекетпен айналысып отырық. Бұл осы қазіргі дүниенің мысалы ғой. Анау бір кісі айтпақшы, бұл өмір супермаркет тәріздес дейді. Қазіргі актуалды уағыз деп айтайықшы. Супермаркет тәріздес. Қалағаныңды ала бересің супермаркетқа. Жаңағы алдыңа келіп арбаң бар, соны алып сүйретіп, қалағаныңды ала бер дейді. Бірақ шығатын кезде касса бар екенін ұмытпа дейді. Не істейсіз? Барлығына төлем жасайсыз. Бұл дүниеде қалағаныңызды істей беріңіз. Қалағаныңызша өмір сүре беріңіз. Бірақ дүниеден өткеннен кейін бүкіл нәрсенің сұрауы бар да. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама не деді? Әл-бирру ла ябла, вәл-ифму ла янса, вәд-дияну ла янам деді. Жақсылығың ешқашан зая кетпейді. Ал істеген күнәң болса, ұмытылмайды. Есепке тартатын ұйықтамайды. Иф'ал кама шит, кама tudayinu tudan дейді. Қалағаныңды істей бер, өз-өзіңді қалай есепке тартсаң, дәл солай есепке тартыласың. Бір адамдар мүлдем өз-өзінен есеп алмайды. Осындай нәрсе бар. Бауырлар, айтайын дегенім мынау. Мұсылмандардың арасында бір-бірлеріңе, бір беталды сөздерге ренжімеңіздер. Қадірмен туыстар, бір-бірлеріңізге, көңілдеріңізге ала бермеңіздер. Ол сіздің ініңіз ғой. Ол сіздің ағаңыз ғой. Ол сіздің апаңыз ғой. Құдай-ау, кейбір балалар әкесіне, анасына ренжіп жатады. Мен айтам да, сенің әкеңнің анаңа ренжуге ешқашан хақың жоқ сенің. Бұны түсінген адамға да. Сол себепті бауырлар, бір-бірлерімізге деген ренішті азайтайық. Бұл деген мүлдем ашуланбау керек деген сөз емес. Пайғамбарымыздың сөзі бар ғой, ең жаман адам ашуы жоқ адам дейді. Орынды. Мен жаңағы айтқандай ең басында әрбір мінезді орынды пайдалану керек та. Әрбір мінезді орынды пайдалана білу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама осындай хадистер айтады. Көркем мінез иманның толық болуынан. Және де Анас радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыздың мінезі ең көркем еді дейді. Сөйтіп жүрген Анас радиаллаху анху басқа бір имам Муслим жеткізген хадисте айтады. Ма масисту дибаджан вала хариран алияна мин каффи расулиллахи. Мен өмірімде түрлі жібектерді ұстадым, түрлі маталарды ұстадым дейді, жұмсақ. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қолынан жұмсақ нәрсе ұстап көрген емеспін дейді. Вала шамамту раихатан қаттун атьяба мин раихати расулиллахи саллаллаху алейхи уассалам. Түрлі иістерді иіскесем дағы, бірақ пайғамбарымыз Мұхаммад
саллаллаху алейхи уассаламның иісіндей иісті ешқашан иіскемеппін дейді. Пайғамбарымыздың үстінен жұпар иіс шығып тұратын. Хадистің арасына өзім бір қосып жіберейін. Жабир деген сахаба болған. Ол жас сахабалардың бірі. Сол айтады радиаллаху анху, біз мешіттің жанында ойнап жатқанымызда дейді, бала болып, пайғамбарымыз мешіттің ішінен шығып келе жатып, балалардың барлығын бастарынан сипап өтеді екен. Сөйтіп сипап өтіп жатқан кезінде дейді, сондай ыстық күні пайғамбарымыздың қолы салқын болып тұратын дейді. Және де пайғамбарымыздың қолының өзінен сондай иіс шығатын дейді. Бейне бір ол миск, әтір жиналып тұрған бір ыдысқа қолын қайтадан сеуіп, қолын ішіне қайтадан кіргізіп, алып шыққандай бейне бір сондай пайғамбарымыздың қолының өзінен жұпар иіс шығып тұратын еді дейді. Анас радиаллаху анху бұл хадисте осыны айтып жатыр. وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 10 سِنِينَ. Және де мен пайғамбарымыздың жанында 10 жыл бойы ол кісіге қызмет жасадым дейді. Анас ибн Малик радиаллаху анху. فَمَا قَالَ لِقَطٌ уф. Маған ол кісі уф деп те айтып көрмеген дейді. Қараңшы, қандай мінез. Маған уф деп айтып көрген емес дейді. Әй, біз балаларымызға уф деген бұлай тұрсын, түрлі сөздерді соларға айтпақ түгіл, өзіміздің ата-аналарымызға айтамыз осы сөздерді. وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَهُ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَا فَعَلْتَ كَذَا. Мен бірдеңкені істемей қойсам, сен неге істемедің? Мен бірдеңкені байқамай істеп қойсам, неге істедің мына нәрсені деп сөкпейтін еді дейді. Бұл хадисті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көркем мінезділігі қандай екенін жеткізгісі келіп тұр. Кім? Анас ибн Малик радиаллаху анху. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалама жайында тағы да мынандай бір хадистер бар. Абдулла ибн Амр ибн Ас айтады: Лам якун Расулуллахи саллаллаху алейхи фахишан вала мутафахишан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұятсыз сөздерді айтпайтын еді. Ұятты сөздер болады ғой. Және де өзі де ұятсыз емес, ұятсыз істерді де істемейтін еді дейді. Ұятты сөздер айтпайды да, ұятсыз істерді істемейді дейді. Ва кана яқул, керісінше ол былай айтатын еді дейді. Инна мин хиярикум ахсанакум ахлақан. Сендердің ең жақсыларың, мінездерің ең жақсыларың деп айтатын. Хадис Бухари Муслим муттафақун алейхи болып саналады. Көркем мінез деген соншалықты не нәрсе, қандай орны бар десе, бұны бауырлар жай деп ойламаңыздар. Тіпті пайғамбарымыздан Науас ибн Саман радиаллаху анху жеткізетін хадисте айтады: Саалту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалама анил бирри вал ифми. Мен пайғамбарымызда жақсылық пен жамандық жайында сұрадым дейді. Қараңызшы, пайғамбарымызға қысқа сұрақ қояды да қысқа жауап алғысы келеді. Жақсылық деген не? Жамандық деген не? Пайғамбарымыз вал бирру хуснул хулуқ. Жақсылық деген сенің көркем мінезің. Ал жамандық деген ма хака фи нафсика ва карихта ан ятталиа алейхи нас дейді. Ал жамандық деген сенің кеудеңде бір істі істеп қойғаннан кейін сенің кеудеңде сол нәрсе тұрады. Және де сен оны басқа адамның біліп қойғанын қаламайсың дейді. Кейде болады, бір істі істеп қоясың, өзіңше өзіңе адал етіп қоясың да, түк кетпейді ғой деп, бірақ ешкімге айтқың келмейді. Ол күнә болып қалуы мүмкін. Бұл хадистің негіз мағынасы терең, бұны сосын бір түсіндіре жатармыз. Бұл хадисті имам Муслим өзінің сахих кітабында жеткізген. Демек пайғамбарымыз жақсылық дегенді көркем мінез деді. Ал енді білесіз бе не деген ұғым шығады? Ал көркем мінез жоқ болса ше, демек жақсылық та жоқ болады деген. Көркем мінезі жоқ болған адам жақсылықтан құр қалды дейді. Себебі хадис бар ғой, сахих риуаятпен жететін. Бір әйел бар, түнде намаз оқиды, күндіз ораза ұстайды. Бірақ көршісіне тілмен зиян тигізеді дегенде,
пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, ла хайра фиха, ешқандай хайыр жоқ ол кісіде. Хия финнар, ол тозақта деді. Я Раб, ол тозақта деп айтып жатыр. Қорқу керек қой. Біз өз-өзімізбен жөндеп, өз-өзіңізбен айналыспасаңыз, біз қазір өз-өзімізді не істейміз? Көп адамдар, ол күшті нәрсе. Кітап оқып өз-өзінің ойын дамытады. Бірақ кім өзінің мінезімен айналысты? Мінезің ол сенің ақыретің. Мінезің ол сенің әдетің, әдетің ол сенің ақыретің дейді. Абай атамыз айтады, ешқандай жерге, Абай атамыз, Алла о кісінің рахымын алсын, ешқандай жерге сен өзіңнің өнеріңмен сыймайсың дейді. Бәлкім сен мінезіңмен сиясың дейді. Мінезің болса сен орынға сиясың. А мінезің болмаса ше. Осылайша әр адамды сөгіп, былаптап, боқтап, толық оған зияныңды тигізіп, осынша біз мінезден айырылып баратырық. Көрдіңіз ба? Субханалла. Тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, өзінің хадисінде имам ат-Тирмизи жеткізетін. Ма мин шейин асқалу фи мизанил муъмини яумал қиямати мин хуснил хулуқ. Ертең қияметте таразда өлшенетін нәрселердің ең ауыры ол момын мұсылманның көркем мінезі болып табылады дейді. Хадисті имам ат-Тирмизи жеткізген. Ең ауыр нәрсе не? Ол, субханалла, көркем мінез. Тіпті көркем мінез адамның жәннатқа кіруіне себепкер. Оған Абу Хурайра радиаллаху анхудан жететін хадисте имам ат-Тирмизи, имам Ахмадтардың кітаптарында келетін пайғамбарымыз Абу Хурайра бүйтіп айтады. Суиля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама ан аксари ма юдхилун насал жанна. Пайғамбарымыз сұралды дейді. Не жайында? Адамдар қай қасиетімен, немесе не нәрсесімен жәннатқа көбірек кіреді? Көрдіңіз бе? Немесе мынандай. Адамдардың жәннатқа кіруіне көбінесе не нәрсе себеп болады? Пайғамбарымыз тақуаллахи ва хуснул хулуқ. Алладан қорқу және де көркем мінезді болу деді. Субханалла, қандай керемет сөз. Одан кейін артынша тағы да сұрақ қойды дейді. А тозаққа кіруіне не себеп болады? Көбінесе пайғамбарымыз әл-фәму вәл-фарджу, адамның аузы және де ұятты жері. Яғни сол екеуімен көп күнә жасайтын болса, тозаққа кіруіне көп себепкер болады. Не тілімізге ие бола алмаймыз, не ұятты жерге ие болмай жүрген адамдар қаншама. Жәннатқа кіруге көп себепкер болады. Қараңызшы, сіз солардың қатарында болуға сізде мүмкіншілік жоқ емес, бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама тағы да бір хадис жетеді. Айша анамыз жеткізеді. Хадистің дәрежесі сахих. Имам Абу Дауд, имам Ахмадтардың хадис жинағында келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Иннал муъмина ла юдрика би хусни хулуқихи даражата саими әл-қаими дейді. Шында да момын мұсылман өзінің көркем мінезімен күндіз ораза ұстайтын, түнде намаз оқып, тахаджуд оқитын адамдардың дәрежесіне көтеріледі дейді. Субханалла. Сіз түнде тахаджудқа тұрамай жүрген шығарсыз. Сіз ораза ұстай алмай жүрген шығарсыз. Мүмкін. Бірақ мінезіңізді жөндесеңіз, қараңызшы, басқа жағынан сізге бұл мүмкіншілік қой. Бірақ мінезіңіз көркем болатын болса, болды, ол кісілер сіздің артыңызда да. Субханалла. Сол үшін бауырлар, жақсы адам болып туылуымыз Алладан. Бірақ адам болып дүниеден өтуіңіз өзіңізден де. Субханалла. Шәкәрім атамыз өзінің бір өлеңінде бүйтіп айтады. Өлімнің барын біліп жүрсең де, өлместей өмір аулап жатасың.
Тозақтың барын біліп жүрсеңде, күнәға әлің келсе батасың. Сауап көп ғибадатқа десеңде, жалығып, жалқауланып жатасың. Адалдың адал асын жеп жүріп, арамды әдей іздеп татасың. Сыртыңды сылайсың өң беріп, ішіңнің дүзетпейсің хатасын. Айламен алдағанды жөн көріп, адамды оқ орнына атасың. Дүниенің бір пайдасын көргенде, арланбай арыңды да сатасың. Алланың ақ өлімі келгенде, амалсыз қаратастай қатасың дейді. Не түсінеміз? Тозақтың бар екенін білеміз, күнәні істей береміз. Неше түрлі сауапты үйіп төгіп, ғибадат құлшылықтардың бар екенін білеміз. Бірақ жалығамыз. Жалығып, жалқауланып, жалқаулықпен ол нәрселерді істегіміз келмейді. Арамды әдей іздеп татасың дейді. Баяғы той болып жүрген уақыттары. Айтады, тойың халал ма дейді. Иә десе, ренжиді. Арамды әдей іздеп татасың дейді. Шәкәрім атамыз қалай нақты айтып тұр? Сыртымызды сылаймыз. Міне, киім киіп алғанбыз күшті болып. Бірақ ішіміз түтін, мінезіміз дұрыс емес. Жүрегіміз шіріген болса. Одан не пайда? Бір кісілер айтқандай, бұрынғы біздің аталарымыздың киімдері жұпыны болатын, бірақ іштей олар мықты адам болатын. Ал қазіргі адамдардың киімдері күшті, бірақ іштей олар жұпыны болып кеткен дейді. Сыртыңды сылайсың өң берің дейді. Бүкіліміз сылап алғанбыз сырттарымызды. Айламен алдағанды жөн көріп дейді. Субханалла. Бір-бірлерімізді алдаймыз, лақтырамыз. Осындай әрекетке көшеміз. Дүниенің бір пайдасы үшін дейді. Ақша үшін. Неше түрлі нәрсе болып жатыр, Алла сақтасын. Осының барлығы адамның адам болып қалмай бара жатқанынан ғой. Адамның адам болмай жатқанынан. Бірақ соңында Шәкәрім атамыз айтады, амалсыз қаратастай қатасың дейді. Алланың ақ өлімі келеді, көресіз сонда. Келеміз сонда. Ақ кебінге оранамыз, үш жерден матаңызбен орайды. Жаназа 4 тәкбір, қабірдің басына барып көмет, болды. Міне осы емес па адамның ақиқаты? Біз өзіміздің мінезіміз жөндеу керек пе? Білем. Кейбір кісілер қаталдау болады. Мысалға, Абдуғаппар ұстазымыз, Алла разы болсын. Ол кісі не істейтін? Қаттырек уағыз айтатын еді. Бірақ білесіз бе? Сондай адам керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Омар болатын жанында. Бірақ Омарға пайғамбарымыз сөгіс айтпайтын. Омар да қатал жігіт болатын еді. Себебі сондай бір адам керек. Әр уағызшының, әр уағыз тыңдайтын адамның өзінің бір уағызшысы бар. Өзінің типтік мінезіне сәйкес. Бір адамдар бар, айтады, ой дейді, елеке, мен дейді, ешкімді тыңдай алмаймын дейді. Маған асықпай айтатын адамдар ұнамайды дейді. Маған қаттырек, нақтылап айтатын адамдар ұнайды деп. Абдуғаппар ұстаздың сөзінен басқа ешкімнің сөзі өтпейді деген қаншама адамдарды көрдік. Біреулер айтады, жоқ дейді. Маған асықпай айтатын адамдар ұнайды дейді. Жұмсақпен айтатын адамдар ұнайды дейді. Қатты айтатын адамдар ұнамайды дейді. Ол кімді тыңдайды? Ол Арман Қуанышбаевты тыңдайды шығар. Бір кісі айтады, жоқ, мен ғылыми форматта тыңдағым келеді. Ол Ерсін Әміре ұстазымызды тыңдайтын шығар. Біреу асықпай отырып, баппен уағыз айтатын адамдар бар. Бауыржан Әлиұлы ұстаздарымыз. Сіз түсінесіз бе? Сіз сияқты емес бүкілі. Сол себепті мен айтқым келгені, ол ұстаздарға, мынау ұстаз дұрыс айтпайды емес, ол кісінің тыңдайтын өз адамдар бар. Біздің қоғамда барлығы сіз сияқты емес. Біреуге сол кісілердің уағызы керек. Сол үшін де бізге ол кісілерді сөгуге хақымыз шықты. Сіз тек қана өзіңіздің типтік мінезіңізге сәйкес келетін уағызшыны ала беріңіз, тыңдаңыз. Субханалла. Көрдіңіз бе? Сол себепті біздің проблемамыз осы да. Көрдіңіз бе? Енді тағы да бір айтайын дегенім мына нәрсе.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы да бір хадисі бар. Абу Умамата әл-Бахили радиаллаху анху. Осындай сахабадан риуаят етіледі, хадис Абу Даудта келеді, сахих болып саналады. Айтады пайғамбарымыз: Ана заимун би байти фи рабадил джаннати лиман таракал мираа ва ин кана мухиққан. Мен уәде беремін. Егерде кім біреумен дауласып отырып, сөзге келіспей қалып, дауласып отырады ғой бір адамдар болмайтын нәрсеге. Сол кезде оныкі дұрыс болып тұрса да, сол жаңағы дауласып жатқан нәрсені қойшы деп тастай салса дейді. Сол адамға жәннатта үй болатынына мен уәде берем дейді пайғамбарымыз. Дұрыс сенкі. Қойшы дедің де, дауласпай ақ қойыншы дедің де, тастадыңыз. Одан кейін пайғамбарымыз сөзін жалғастырады. Уаби байтин фи васатил джаннати лиман таракал кәзиба ва ин кана мазихан дейді. Және де жәннаттың қақ ортасынан үйге мен уәде беремін. Кім өтірік сөзді тастаса, өзінің әзілінде болса да дейді. Әзілдесіп та, өтірік айтып жатады адамдар, әзілдесіп. Сол әзілдесіп та өтірікті тастаса, әзілдескеннің өзінде де мен өтірік айтпаймын дейтін болса, жаңағы анекдот айтпаймын, анекдот деген сияқты нәрселерді ойдан шығарылған тастаса, мен уәде беремін ол адамға жәннаттың ортасынан үй болатынына дейді. Және де дейді хадистің соңында: "Уаби байтин фи а'лал джаннати лиман хасуна хулуқуху" дейді. Және де уәде беремін, жәннаттың ең жоғарғысында үйдің тұрғызылуына кімнің мінезі көркем болатын болса дейді. Пайғамбарымыз уәде берді. Сіз осыған не істеңіз? Ұмтылыңыз. Болды. Сізден күтілетін нәрсе тек қана осы, иншалла. Қандай керемет хадис, е? Енді одан кейін соңында мына бір хадисті оқығым келіп отыр. Айтады бұл хадисте. Джабир радиаллаху анхудан жеткізіледі, жас сахабадан. Хадисті имам Термизи жеткізеді. Айтады: "Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама қал", пайғамбарымыз бүйтіп айтқан еді дейді: "Инна мин ахаббикум илайя ва ақрабикум минни маджлисан яумал қиямати ахасинакум ахлақан." Шында да сендердің араларыңдағы маған ең жақын, қияметтегі менімен бірге болатын, маған ең жақын болатын, менімен бірге бір мәжілісте болатын адамдар, олар кімдер? Ахасинукум ахлақан, мінездері көркем болғандар дейді. Субханалла. Баяғыда бір ғалымнан сұраған екен. Жәннат жайында түрлі адамдар нығметтер айтады. Жәннатта мынандай жақсылық бар. Жәннатта хор қыздар бар. Жәннатта түрлі осындай үйлер бар. Осындай өзендер бар дейді. Бір ғалымға келіп айтқан ғой, бізге бір нығметті айтшы жәннаттағы, бізге соған ұмтылуға күш-жігер беретін деген кезде, мана ғалым не деп айтқан? Ол жақта пайғамбар Мұхаммед бар емес пе деп айтқанды. Саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарды жақсы көретін адам, ол кісіге махаббат қойған адам, ол кісімен бірге мәжілісте болғың келетін адам, ол өзінің мінезін жөндейді. Субханалла. Хадистің соңын оқып жіберейік. "Ва инна абғадакум илайя ва абадакум минни яумал қиямати." Ал енді менен алыс болатын, алшақта болатын да адамдар бар. Олар кімдер? Ас-сарсаруна вал муташаддиқуна вал мутафайқихун. Сарсарун, муташаддиқун, мутафайқихун. Осындай үш түрлі адамды айтады. Сарсарун деген кімдер? Көп сөйлей беретіндер. Өте көп бос сөз. Әйтеуір өзін сөйлеп қалады, кез келген, өзіне қатысты ма, қатысты емес пе, әзіл ме, әзіл емес пе, таза сондай бір адамдар болады ғой. Сондай адамдар, бұл ұнамсыз амал. Кім көп сөйлейді, сол көп қателеседі. Себебі сондай адамдар дейді. Одан кейін муташаддиқ деген,
ол кімдер десе, ол өзінің сөйлемінде көп сөйлейді ол да, бірақ ол көп мақтана береді. Мақтана береді. Өте көп мақтанып тұрып сөйлейтін адамды. Және де сөйлеген кезде жаңағындай жай сөйлемейді, және сөйлеген кезде өте көркемдеп сөйлегісі келеді. Өте әдемі сөздермен сөйлегісі келеді. Не үшін? Мақтану үшін. Мен осындай сөздерді білем. Мысалға, кітап оқитын адам еріксіз түрде күшті әдемі сөйлейді. Біреулер болады, бір адамдардың көзінше әдейілеп тұрып сондай сөздерді сөйлейді, яғни мақтану үшін, өзінің сөзін жоғарғы екенін көрсету үшін. Яғни көп сөйлеп мақтанып сөйлейтіндер. Сосын сахабалар тұрды да, я Расул Алла деді. Я Алланың елшісі деді. Жарайды, сарсарун мен муташаддиқун дегенді білдік деді. Ал мутафайқихун деген кімдер деген кезде пайғамбарымыз әл-мутакаббирун деді. Олар тәкаппарлар деді. Көп тәкаппарланатын, тәкаппарланып сөйлейтін, өзін жоғары санап сөйлейтін адамдар. Ақиқатты мойындамайтын адамдар. Себебі тәкаппарлық деген не деген кезде пайғамбарымыз жауап берген еді. Өз-өзіңді басқа адамдардан абзал санауың, және де ақиқатты мойындамауың. Ақиқатты мойындамай тәкаппарлық таныта беретін адамдар. Міне осы адамдар Алланың елшісінен қияметте алыс болады. Ағайын, иншалла Алла тағала бізге көркем мінезді болуды жазсын. Алла тағала бізге иншалла иманы кәміл болған мұсылмандардан болып, пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламға ең жақын момындардан болуды нәсіп қылсын. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.